Атырау қаласының аумағында жол қозғалысы ережелерін сақтау және жол көлік оқиғасын алдын алуға бағытталған. Сонымен қатар құқық бұзушылықтан бұлтартпау шараларын енгізуге арналған қорғау сергек аппараттық жүйесінің көмегімен ағымдағы жылдың 2-3 айында 8 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Сонымен қатар кибершериф арнайы құрылғысының көмегімен Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 592 бабына сәйкес 3 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар Ішкі істер министрінің жедел профилактикалық іс-шаралар өткізу жоспарына сәйкес Атырау қаласының аумағында бірнеше арнайы іс-шаралар өткізіліп, құқық бұзушылық алдын алуға бағытталған жұмыстар атқарылды. Мас күйінде көлік құралын басқармау, жылдамдықты асырмау, жалпы айтқанда жол қозғалысы ережелерін мүлтіксіз орындау өзіңіздің де және өзгенің де денсаулығы мен өмірі үшін аса маңызды екендігін ескертеміз.